Асыл ханымның рецепті бойынша ыслак кексінің рецептін қабыл алыңыздар, өте дәмді. Жұмыртқа, қант, жылы сүт, ұн, сұйық май, разрыхлитель мен ванилин, какао және қалауыңызша шоколад пен жаңғақ қосуға болады. Жылы жұмыртқаға қант қосып 4-5 минут жақсылап араластырамыз, артынан ванилин, сұйық май, ұн, какао, разрыхлительді қосып араластырамыз. Жаңғақ қосу-қоспа өз еркіңізде. Осындай шыны формочканы жақсылап майлап аламыз да, сұйық қамырымызды құямыз. 180 градуста қызып тұрған духовкаға 40-45 минутке қоямыз. Пісуіне 10-15 минут қалғанда пропиткасын дайындаймыз. Сүтке сұйық май құйып қайнатамыз. Артынан қант, какао және қалауыңыз болса шоколад қосып қайнатамыз. Піскен кексті осылай бөліктерге бөлеміз. Көбірек кесу керек еді дейді Асыл ханым. Мен аз бөлікке кескен соң пропитка ұзақ уақыт сіңді. Ыстық пропитканы кекске құямыз. Маңыздысы кексте пропиткада ыстық болу керек. Толық сіңгенше күтеміз. Бетін фисташкамен әрлеуге болады. Дәмі керемет, балмұздақпен де жеуге болады. Ас болсын.